Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз негізгі және туынды сын есім. Жаттығуларды бастамас бұрын сіздерге тапсырма бермекшімін. Ең алдымен сіздерге сын есімдерді атаймын. Сіздер негізгі және туынды сын есімдерді ажыратуларыңыз қажет. Үлкен, өнерлі, ұсақ, білгіш. Жарайсыңдар балалар. Біз сөздерді негізгі және туындыға ажыраттық. Жаттығуларды орындауға кірісейік. 17-ші жаттығу. Ертегіні оқы. Ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Қарлығаштар шөлден қиналады. Ағаштар қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген торғайлар желден көмек сұрайды. Ал жел күнді көмекке шақырады. Күн өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жаңбыр жауа бастайды. Жер беті жанданып, сала береді. Ертегі аяқталды. Балалар, ойлаңдаршы, осы ертегідегідей су болмаса не болатынын елестетіп көріңдерші. Және оны айтып бер. Су, бу, жаңбыр, осы үшеуін байланыстырып әңгімеле. Он 18-ші жаттығу мәтінді көркем жаз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті тоғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді. Сын есімдерді тап. Оларды сын есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажырат. Қане балалар, мәтінді көркем жазып, сын есімдерді тауып, өз нұсқаларыңызды дәптерлеріңізге жазыңыздар. Балалар, 77-ші беттегі 19-ші жаттығу үй тапсырмасы. Онда сіздер жасырынған мақалды тауып жазасыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.